Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Атырауда 60 жастағы ер адам 9 қабаттан секіріп көз жұмды. Қайғылы оқиға 10 қаңтар күні болған. Атырау қаласына шетел азаматы тұрғын үйдің 9 қабатынан секіріп кеткен. Оның неліктен мұндай әрекетке барғаны әзірге белгісіз деп хабарлайды Айқын.кз. Облыстық ПД баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға кеше 10 қаңтар күні болған. Атырау қаласының Нұрсая шағын ауданындағы тұрғын үй кешендерінің бірінде кешкі сағат 19:26 шамасында ер адамның 9 қабаттан секіріп кеткені туралы хабар түсті. Ер адам оқиға орнында көз жұмды. Оқиға орнына жеткен қалалық полиция басқармасының қызметкерлері суицид жасаған Өзбекстан Республикасының азаматы екенін анықтады. Марқұм 1964 жылы туған деп хабарлады департаменттің баспасөз қызметі. Қазір дерекке байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 105 бабының 1 бөлігімен қылмыстық іс тіркелді. Осыған байланысты тиісті іс құжаттары жинақталып жатыр. Полиция қызметкерлері шетелдік азаматтың жоғары қабатынан секіруіне себеп болғанын нақтылаған жоқ. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеолар ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.